Ассалаумағалейкум. Әлеуметтік қауым, қасиетті қазақ халқы бүгін Абылайхан бабамыздың басына келіп, зираттап, өткенде көктемде отырғызған алма ағаш, алмұрт жеміс ағаштарын бүгін қайта келдік. Енді айтқан уәде бар бізде, қалған ағашты күзде ұйықтағасын отырғызамыз деген. Сол бүгін кеп, енді бірінші жігіт кеп жиналып осы ора қазып жатырық. Ертең ағаш ұйықтаған кезде отырғызамыз. Өздеріңіз айтқандай 100 000 теңге ақша қалған дедік қорда, осы ағашқа жиналған жеміс ағашынан. Сол енді қазір Алла берді, міне қарап отырсыздар. Мынау орды қазір біз бәрін қазып дайындап жатырық. Құда қаласа міне қаншама ор қазылды. Бүгін жігіттермен бірігіп осы жұмысты атқарып жатырық. Міне Алла берді. Көрдіңіздер міне жігіттер науқан үстінде. Аллаға шүкір. Соны бүгін осыны бір тәуімдап орын ағашын қазып дайындап қойсақ, ертең күн райы суытып ағаш ұйықтаған кезде бірден отырғызамыз жаппай. Алла берді. Енді қазір Мұратбек ағамызға бір-екі сөз айтсын өзінің. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік қауым. Енді бүгін міне Алла берді, енді атаның басына келіп қалдық. Бір сауап түс жасайық деп, енді ағаш шеккен енді бір сауап түс қой енді. Келесі ұрпаққа қалады. Атаның басын көркейтіп, көктемде біраз егіп едік енді. Қалған енді осы күзде отырып тастасақ, Алла берді. Ертең осы үлкен бақ болады. Басына келген адамдарға да жақсы. Сол болашақ үйсі ғой жасап жатқанымыз. Алла берді. Ертең қызығын көреді, бақтар көреді қызығын. Алла соған жазсын. Сондай ниетпен енді осылай жұмыс атқарып. Алла рахмет сізге, Алла күш қуат берсін. Мінекей атам қазақ айтқан, бір тал кессең 10 тал ек деп. Сол енді мынау тал егу ол пайғамбарымыздың қалған сүннет қой, өздеріңіз білесіздер. Және де бұл адамның өзінің адал еңбегі, өзінің осы жерге ағаш ексем деп ниеттеп келген ниеті. Жігіттердің сол бүгін енді Мұратханға бір-екі сөз берейік. Мұратхан бауырымыз сөйлеп жіберсін. Ту сол шығыс төрінен келіп мынау көмектесіп жатыр. Ал Мұратхан айтып жіберіңіз. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік қауым. Бүгінгі мына шарамызға шын айтсақ қуанып жатырмыз. Өйткені тарихта қалатын істің бірі ғой. Және де өте жауапты істердің бірі. Хан атаның басында, оның үстінде тарихта өмірі айтқан кезде ешкім шауып қиратпаса мәңгіге қалатын іс ғой, атпаған қалады. Иә, әмин. Одан кейін мына жердің табиғатына рахаттанып жатырмыз. Бүгін күн қандай тамаша. Ана жерге жатып демала бергім келеді екен. Дем түседі кәдімгідей ше. Нұр түсіп тұрған жер ғой. Одан кейін мына қазып жатсақ, жердің өзіне де енді адам жұмыс ниеттен қуанып істейді екен де, қара топырақ. Осы жерге көшіп келгім келіп, сөйтіп рахаттанып. Сол Тоқберген ағамызға, Нұрғиса ағамызға осы бастаманы бастап көтеріп жатқаны көп рахмет. Халық деген көптеп келіп ниеттеніп атсалысуға ниеттес тілектес болған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені үлестен бұрын сауапқа жүгіруіміз керек қой. Әмин. Сөйтіп ойлаймыз. Жақсы, рахмет сізге. Ал Мұратхан бауырым өркенің өссін. Алла тағала алдындағы қара мақсатқа жете берсін. Көп осындай жақсы қызмет қылып, сауапта қылып, Алла тағаланың ажыр жазасын бөлім Алланы нәсіп етсін, қабыл болсын. Ал мен ағайындар осындай іс атқарып жатырық бүгін. Біз енді басқа жігіттер келіп біраз жұмыс істеді, құдықта қазды, ағаш отырғызды, ағаштарға су құйды. Енді әлі де жұмыстар көп істер істейді, әлі де біраз істеледі. Мынау Кенжебай деген бауырымыз, ол да осы ата жолының бір қызметкері, өзіміздің арқадай азамат. Алла тағала бұл жігітке де күш қуат берсін. Өзін
бір күн кеше бұл жұмыста болды түнімен. Бүгін таңертең шығып, өзінің жұмысынан келіп мына қолға алып жіберіп жатыр. Үйіне ұйықтап демалатын орнына келіп жұмыс істеп жатыр. Осы жігіттер көп болсын. Алла рахмет, Кенжебай бауырым. Ал енді не айтайын, Құда қаласа, осы істі бір атқарып алсақ, Алла бұйыртып, мына жерге шамасы бір 60-тай, мүмкін 65-тей бір қазылады шұңқыр, Алла бұйыртса. Соның бәріне жеміс ағашын отырғызамыз. Құдай сәтін салса, сосын келер жылы енді Алла бұйыртса осыны бір суарып, бір көтеріп алсақ, одан бұл керемет енді есте қаларлық мынау адам баласына деген және жан жануар болсын, шабырлаған шәнтік болсын, әрбіріне бұл енді өзінің жемісін береді деп ойлаймыз. Бір Алла сәтін салсын, Алла Тағала күш-қуат берсін. Ел аман, халқымыз жақсы өмір кешсін, татулық болсын, берекет болсын халқымыз арасында. Аталы жолымыз осы көктеп көгерсін, осы ата бабамыздың ізімен, осы таза ниетпен, ақпейілмен, халқымыз осындай жайдарлы мінезімен өзін көрсетеді. Ертең басқа халыққа, басқа ел жерге, адам баласына үлкен бұл тәлім тәрбие болады. Ал сіздерге де рахмет. Осылай үлес қосып, осылай қаражат жинап бізге көмектескендеріңізге. Біз енді орындаушымыз ғой енді. Бізге де енді Алла Тағала сауаптан қылсын деп, осы біздің де болса бір үлесіміз болсын деп, осындай көп шаралар ұйымдастырсақ, Құдай қалап. Болашақта енді әр нәрсе болады енді. Құдай қаласа, мүмкін Алла сәтін салып отырса, ата басына бала арасын ұстаймыз. Сол бала арасын ұстап, сондай бір жақсы істер атқарсақ, ертең ол да халыққа ем болады. Енді Алла Тағала аманшылықта кездесіп қауыштырсын. Ниет қабыл болсын баршамыздың, құрбандықтан шалынып жатқан құрбандықтар қабыл болсын. Ел жерімізге келіп жатқан нәубет, ауыртпашылық, жамандықтың беті қайтып, көк зеңгір аспанымыз ашылып, жер анамыз тыныстап демалып, халқымыз ақиқат жолына түсіп, бәрі аманшылықта болсын. Алла Тағала өзінің қамқорына алсын біздің халқымызды, ел жерімізді. Ал қабыл болсын. Дін исламымызға күш-қуат берсін.